Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге творог қосылған крем жасап көрсетемін, творожный крем. Бұл кремді капкейктің бетін әрлеуге де болады. Көріп тұрғандарыңыз нық әдемі шығады. Торттың сыртын жасасаңыздар да әрлесеңіздер, ортасына қоссаңыздар да болады, ортасында қосуға да. Біз енді бастаймыз. Бисмиллах деп. Міне, майымыз бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Қанттың ұнтағы, сгущенка және міне творогымыз. Бұл творогты мен өзім жасағам кефирден. Қалай жасалу керегін сосын менің каналымда болады, ссылкасын саламын. Сгущенка мен әрдайым Рогачев сгущенкасын аламын, өте дәмді. Жақсы сгущенка қолдану керек. Майда бөлек миксерлеп аламыз ағарғанша, одан кейін үстіне қанттың ұнтағын қосып бірге және миксерлейміз. 3-4 минуттай миксерлейміз, ағарып жақсы однородный масса дейді ғой, сондай әдемі масса шығады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін үстіне творогымызды саламыз және сгущенкамызды саламыз үстіне. Жақсылап араластырамыз. Егер де миксермен араластырсаңыздар, өте жай, ең бірінші скоростьта, жылдамдықта араластыру керек. Болмаса қолмен араластырған жөн. Мен кішкентай ғана миксермен араластырдым. Сосын қайтадан қолмен, арасындағы ауа кетіп қалса болмайды. Міне біздің крем дайын. Міне қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай қою, жақсы крем болып шықты. Бұл кремнің дәмі маған қатты ұнайды, өзгеше үйреншікті крем-чизға ұқсамайды, жұмыс істеуде оңай өте. Торттың сыртын әрлесек те, обтяжка жасасақ та маған ыңғайлы. Осымен мен көбірек жұмыс істеймін. Егер де бұл кремге қаласаңыздар, бір шай қасық лимон соғын қосып жіберулеріңізге болады. Кислинка беріп, дәмі өзгереді. Сіздер видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.